Сәлем достар, бүгінгі видеода очищук салатын дайындайтын боламыз. Достар, егер видео ұнаса, каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, қоңырауша белгісін басып қойыңыздар. Ендеше бізге салат дайындау үшін 300 грамм қызанақ, 30 грамм ащы бұрыш, 1 грамм тұз, 3 грамм ас көп қажет болады. Көкөністерімізді жуып тазартып аламыз. Қызанақты 2 бөлікке бөліп, жіңішкелеп, ұзыншалап турап алатын боламыз. Ақ пиязды 2 бөлікке бөліп, жіңішке етіп турап аламыз. Және туралған ақ пиязымызды ағын судың астында, яғни салқын суда жуып алатын боламыз. Ащы бұрышты өздеріңіздің қалауларыңызша қосасыздар. Дәл осы ащы бұрыш 6 грамм. Бірақ мен 3 граммын ғана қолдандым. Себебі маған қатты ащы болғаны қажет емес. Және де ас көп 3 грамм. Ұсақтап, турап, салатқа қосуға дайындап аламыз. Ендеше барлық ингредиенттерімізді ыдысымызға салып, араластыратын боламыз. Ол үшін қызанағымызға тұз себеміз, жуылған пиязды қосамыз, туралған ащы бұрышымызды қосамыз және ас көкті қосып, барлық ингредиенттерді араластырамыз. Салатымыз дайын. Дастарханға ұсыну үшін тарелкамызға салып, дастарханымызға ұсынамыз. Достар, бүгінгі менің қызанағым өте сулы болып шықты. Бірақ мен сулы болғанын ұнатамын. Сол себептен сулы етіп дайындадым. Егер сіздерге қатты сулы болғаны ұнамаса, қызанақтарымыздың сулы бөлігін алып тастауларыңызға болады. Достар, сіздер де дайындап көріңіздер. Егер видео ұнаса, каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, қоңырауша белгісін басып қойыңыздар. Келесі видеода кездескенше сіздермен болған Қарлығаш.